Әсіресе 60-тан асқан әйелдерде артроз жиілейді. Себебі жасы ұлғайғанда шеміршек баяу жаңарады, буын сұйықтығы азаяды, сүйек тығыздығы да төмендейді. Ер адамдарда мұндай жағдай сирек. Себебі оларда бұлшықет көбірек, сүйекті ұстап тұратын тестостерон жоғары, артық салмақта әйелдерге қарағанда аз кездеседі. Сондықтан буындары ұзаққа шыдас береді. Жасы келген адамның асқазаны да бұрынғыдай жұмыс істемей. Ферменттер баяулайды, өттің ағуы нашарлайды. Соның салдарынан D витамині, омега-3, кальций, магний сияқты буынға ең керекті заттар толық сіңбей қалады. Өт артроздың тікелей себебі емес, бірақ ол баяуласа, біздің буынға қажет нәрселер толық дами алмайды. Қысқасы, бүгінгі жағдайдың себебі бір ғана фактор емес. Жас ұлғайған сайын болатын табиғи тозу, гормонды өзгерістер, қозғалыстың азаюы, тұрмыстық ауырлық,